Саламатсыздар ма? Бүгін бізде жаңа тарау әйел жакетін дайындау. Және сабақтың тақырыбы әйелдер жакетін дайындау технологиясымен танысу, модельді таңдау. Дайындау технологиясы негізгі 11 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде модельді таңдаймыз, екінші өлшемдерін аламыз, үшінші сызбасын сызамыз, төртінші бөлшектерді дайындаймыз, желім немесе қатырма маталарды жабыстырамыз, бесінші бүкпелерді өңдейміз, қалталары бар болған жағдайда қалталарын өңдейміз, алтыншы алдыңғы бой мен артқы бой бүйір бөлшектері бар болған жағдайда бүйір бөлшектерін қосып тігеміз, жетінші жеңдерін өңдейміз, қондырмалы жең болатын болса қондырып тігеміз, сегізінші жағасын өңдейміз, 9 өңір астын қосамыз, 10 астарды қосамыз және 11-ші кезеңде етегін өңдейді екенбіз. Қатырма маталарды көбінесе формасын ұстап тұру керек болған жағдайда, яғни бедер сызықтарының бойларына, артқы бөліктің жоғарғы бөлігі, жаға, өңір асты, бүкіл астыңғы бөліктерде және оймақ іліктер. Оймақ іліктер деп отырғанымыз бұл бізде шлица, орысша тілге аударғанда. Алдарыңызда көріп тұрған жакет сіздерде әйелдердің барлық жас тобына арналған маусымдық, яғни жартылай күзгі және де көктем мезгілдерінде киетін жакет деп айтсақ болады. Сұлба жартылай жабысып тұрады. Етегі шамалы кеңейтілген, қондырма жеңді, ашық, қайырмаға дейін, орталық өңір түймелігі бар, түймеліктері. Ол үшін әдіптелген түймемен ілмек жағасы, яғни бізде мынау лацкан деп аталады, ол үшбұрышты, яғни ұшталған. Біздің жакеттің алды бүйір бөлшектері қиылған, кеуде қымтаулы тігісі мен мықындағы қымтаулы тігісі мына жердегі бізде қолтық тігісінен бастап бедерге жүргізілген. Бедер деп отырғанымыз бұл бізде рельеф. Алдының бүйір бөлшектері қайып тіккен, тігісте жапырақшалы қалта, жапырақшалы клапанды қалта, яғни арқасы бізде екі бөлшектен тұрады, ортасында тігісі бар, тігістен төмен оймақ ілік орналасқан. Жеңі алдыңғы және шынтақ қос тігісті. Шынтақ тігістерінің төменде үш сәндік түймелігі бар, оймақ тілек тігілген. Мына жерде сіздер оны шлица рукава деп көріп тұрсыздар, бұл оймақ тілек. Жағасы қайырмалы, көріп отырғандарыңыздай. Жағасы қайырмалы, сонымен қатар жакеттің астары тігілген, астары етек сызығымен қайып тігілген, астардың алдына үстіңгі және мықын қымтаулы тігістері тігілген, астардың тігісі ортасында орналасқан, міне көріп тұрғандарыңыздай ортасында. Енді сіздерге берілетін үй тапсырмасы өзіңізге ұнаған модельді жакетті алып, сурет бойынша сипаттама бересіздер. Дәл қазір мен айтып өткендей, яғни жакеттің қандай жағасы бар, жағасының формасы қандай, түймелік неше түймеден тұрады, қалтаның аты қалай, бедер сызығы қай бөлікке дейін орналасқан, және бүйір бөлігі бар ма, жоқ па, жең атауы қалай, қондырма, реглан немесе тұтас пішілген болатын болса, ол бір тігісті, екі тігісті немесе үш тігісті болуы мүмкін. Сонымен қатар оймақ іліктер, шлицалар артқы бөлікте бар, жоқ, жеңнің астыңғы бөлігінде бар, жоқ екендігі, және де астар қалай қиылып, қалай өңделгені туралы қысқаша мәлімет бересіздер. Екінші тапсырма, мына жердегі берілген дайындау технологиясында кішкене қателіктер бар. Осы қателіктерді тауып, дәптерлеріңізге жазып, ретімен маған көрсету керексіздер.
осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды.